Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге өте керемет дәмді, қазіргі таңдағы хит болып жатқан, пісіруді қажет етпейтін осындай керемет дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін өткізбей қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Бізге ең алдымен аңшылық шұжығы керек. Орысша айтқанда охотничий сосиска деп аталады. Осы сосискаларымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай қисайтып сопақ қылып турап алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғанда қалыңдықтары осындай болуы керек. Енді кезекте бізге осындай екі қызанағымыз керек. Негізінде бұл салатқа черри деп аталатын қызанақты қоссаңыздар тіптен керемет болып кетеді. Ұсақ біздің жаңа қызанақтарымызды қоссаңыздар. Менде сондай қызанақ болмағандықтан осындай үлкен қызанақтан екеу алып, осылайынан ұзынырақ қылып турадым. Қызанақтарыңызды міндетті түрде осылай тураңыздар, себебі ортасындағы суы шығып кетеді. Енді 200 грамм сырымызды алып, 4 бұрыштеп немесе сопақ қылып тураймыз, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен осылай қылып турадым. Сырдың проценттілігі маңызды емес, сырларыңыз сіздердің ең бастысы тығыз болуы керек, ешқандай жаңағы араластырғанда бөлініп кетпейтіндей. Енді кезекте біз салаттың елестімізді қосатын боламыз. Мен осы салат жаңа жапырағын қолмен өстіп турайтын боламын. Сонда пышақпен тураған қарағанда осылай өте жаңа оригинальный болып көрінеді салаттарымыз. Енді осында ұсақталған, тұздалған қиярымызды қосатын боламыз. Қиярларыңызды ортасынан бөліп, сопақ қылып қоссаңыздар да болады, немесе кішкентай болса, осылай мен сияқты бәрін полын сала салуға да болады. Міне біздің салатымызға қосатын заттардың бәрі туралып болды. Енді оның үстіне майонезімізді қосатын боламыз. Майонез менде ас қасықтан біреу шықты. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты көбірек қоссаңыздар да болады, бірақ бұл салатқа помидор болғандықтан да көбірек қоспауларыңызды жаңағы сұраймын, себебі салат өте майонез көп болса жүрекке тиіп кететін салат болады, тұзды салат болып кетеді. Енді жақсылап бәрін қасықпен немесе силиконовый лопатканың көмегімен араластырып тарелкаларымызға әдемі қылып салып аламыз. Енді кезекте біздің соңғы кезегіміз осындай чечилдерімізді алып, бетіне әдемілеп сақтап салатын боламыз. Чечилді магазиннен алып келе салған кезде міндетті түрде ыстық суға 5-10 минутқа салып қойып барып, осылай қолмен үстеңіздер, осындай ұсақ-ұсақ болып әдемі болып шығады. Міне біздің салаттарымыз дайын. Міндетті түрде дастархандарыңыздың сәнін келтіретін осы салатты жасап, менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.